қонақ үйінде. Барлығы әдемі. Бізде қазір уақыт бар. Оған шейін іштен көре тұрамыз. Мұнда әртүрлі көрме етіп қойған. Мұнда баннер әдемі. Енді күтеміз, бірақ уақыт кеш басталады екен, өте кеш. Біз ерте келдік, өте ерте келдік, әлі 3 сағаттай уақыт бар. Білмеймін, енді 3 сағат бойы суретке түскеннен басқа не жасаймыз? Көп қызда ораза қазір. Сондықтан уақыттың өтуі сәл қиындау сияқты. Вся такая белая. Робер жасады, шашқа мындай аксессуар тағып, байлап. Бұл біздің бірінші коллекция. Ой. Енді екінші коллекцияға шықпай, енді үшінші коллекцияға шығам. Үшінші коллекцияда басқа тематика, ол тіптен әдемі. Сондықтан күтіңіздер, көріңіздер. I just had to let you know you're mine. Динараны туған күніне келген букеттер. Ананы жігіт алып келді, ана үлкен букетті. Жоқ жігіт па? Жоқ жігіт па? Ждем. Ау. Қазір менде қазір влог. Бізде қазір мұнда адамдар көп. Біздің коллекциямыз шығып болды. Енді ифтар уақыты. Кішкене 20 минуттай соң күтеміз. Сонымен болды, показ барлығы бітті. Біз аузы ашып болдық, ифтарды осы жерден. Болды енді қайттық интерконтиненталь қонақ үйінде. Бүгін жақсы показ болды. Жақсы ифтар болды. Кеш болды, сонымен еге. Сәлем достар, бүгін екінші күн, тағы да показ гольф паркте. Бүгін достық күн екен. Сол үшін де бізді показға шақырды. Адам көп. Показдан кейін қыздармен міндетті түрде, привет! Міндетті түрде қылып келеміз. Екінші образға киіндіріп жатыр. Болды ма, Тина? Қазір. Біздің выступлениеге әлі 20 минут бар. Күтеміз осылай. Бұл бізде үшінші образ. Бәрі қазақша. Өте әдемі. Мен бұндай сырғалар көп тақпайтынмын, жарасады екен. Бірақ қарасаң жарасатын сияқты. Ұнап тұр. Привет. Мой зян. Такая сладкая. Бізде показ бітті. Показдан кейін қыздармен жиналып. Өте әдемі көрініс. Енді суретке түсеміз. Энкармен түсіресің ба суретке? Иә, давай. Бүгін өте жақсы демалдық, жұмысты да атқардық, өте әдемі жер. Енді қазір кешке барып үйге ауыз ашамыз. Оразаның бітуіне де 4-ақ күн қалыпты. Сондықтан оразаңыз қабыл болсын, ал бүгін мен осымен влогты аяқтаймын. Келесі видеоға дейін. God that I loved her. Sorry that your mom found out. Guess that we just really had the thunder. Ain't nobody else that I be under.